Сәлем, баршаңызға сіздермен Нағима. Видеоны көрместен бұрын тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бүгін сіздермен осындай сынбайтын, өте дәмді медовиктің коржын көрсететін боламын. Ал ендеше кеттік. Жұмыртқамызды алып, оның үстіне шекерімізді қосып, миксердің көмегімен жақсылап көпіргенше, яғни 2 есе ұлғайғанша көпіршітіп алатын боламыз. Міне осындай көпікке айналуы керек. Ішінде шекер де еруі тиіс. Және де жаңа таза ыдысқа сары майымызбен әселімізді салып, осындай суда, яғни қайнаған суда ерітетін боламыз. Және оның үстіне чайный ложкамен сода саламыз. Екеуі реакцияға түскен кезде көпіршитін болады. Тоқтамай араластырып тұру қажет. Сонда жақсы араласатын болады. Араластырмасаңыз тасып кетуі мүмкін да. Кейін сәл суығаннан кейін жаңа жұмыртқамыз бен шекері араласқан тестамызға жаңағы ерітілген майымызды аз-аздан құйып отырып араластырамыз. Оның үстінен құрғақ ингредиент, яғни ұнға разрыхителімізді араластырып, осылай бөліп, яғни аз-аздан сала отырып, миксердің көмегімен араластырып отырамыз. Мен бірінші бөлігін салдым, екінші бөлігін тағы салып, електен өткізіп жатырмын. Және де тағы да миксердің көмегімен жайлап араластырамыз. Жан-жаққа оны шашырап кетуі де мүмкін. Сондықтан жай қимылдауымыз керек. Міне осындай қоймалжың, сап-сары осылай пергаментімізге төсеп алған соң 180 градуста барлығын пісіріп алатын боламыз. Қызарғанша өте тез пісетін болады. Абайлап қарап тұруыңыз керек. Осылай формамызға жайғастырып алатын боламыз. Міне менің корждарым пісу үстінде. Осындай корждар дайын болды. Менде 4 корж шықты. Сізге де жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай және де қолжетімді. Ал ендеше сіз де жасап көріңіз. Келесі кездескенше.